Al, kettik pa? Аспаз 20 етпен, 10 картоппен, 15 тосаппен бәліш пісірді. Қарамастан, ең кем дегенде неше бәліш алған кезде, ішінде міндетті түрде тосаппен бәліш болады. Цифраларын жазып алсаңдар болады. Аспаз 20 етпен, 10 картоппен, 15 тосаппен бәліш пісірді. Қарамастан, кем дегенде неше бәліш алған кезде, соның ішінде міндетті түрде тосаппен бәліш болады. Бір болады қанша? Жоқ, сан, бұл кәдімгі не емес. Цифра айтуларын керексіңдер. Жоқ, дұрыс емес. Қанша? Жоқ, үшеуін алсаң, үшеуі де етпен болып қалуы мүмкін ғой? Оны да етпен болып қалуы мүмкін. Дұрыс па? Жоқ, мұқият тыңда. Бұл жерде ешқандай құйтырғы әрекет жоқ. Таза есеппейсің. Стоп. Былай істейікші. Мысалы, Ерасыл, сенің мамаң 20 етпен бәліш пісірді. Кәдімгі ет қосылған бәліш пісірді. 10 картошка қосып пісірді. 15-не тосап қосып пісірді. Сен барасында қарамастан нешеуін алған кезде, кем дегенде нешеуін алған кезде, ішінде обязательно тосаппен бәліш шығады. Біреу етпен болып қалуы мүмкін ғой, біреуін ғана алсаң. Жоқ.